Өткен эфир марқұм Кеңес Дүйсекеев ағамыздың шығармашылығына, әндеріне арналған. Өкінбесен дегенде мен ойлаймын, біз өзіміздің мүмкіндігіміз жеткенше орындадық. 20,4%-ға ие болып, бүгін көш бастаған жоп Бағлан Әбдірайымов, Жұлдызай Дүйсенбиева! Біз не жаздық? Содан кейін тамағым ол, қорқияңым деп ала. Айғайламау керек еді. Енді ол әзіл үшін түсірілген нәрсе. Әр әзілдің астында бір шындық деген атам қазақ. Кей жерлерде байқалып жатады ғой енді. Қуанып, бірақ іштей бір өзінің кішкене бір көре алмаушылығын білдіріп тұратындай адамдарды көріп жатамыз. Ол кісілерде әзілде жүр ғой, біледі ғой. Қыркүйектен бері осы бағдарламада бірге кеткен кейін бір-бірімізді түсінісіп, бес саусақта біліп алдық қой. Адамдарға өмірде кездесетін адамдар, олар өзінің бір ретімен, өзінің бір уақытымен келеді. Мысалға, негізінде бізге келген кездегі менің таныстарымның ауқымы көбейткен жандардың бірі Жанболат болды. Бір жаңа орта пайда болды ғой жерде енді. Жүре бара көрінеді ғой барлық нәрсеге мекен. Айгүл Қосанованың өзі де маған бір-бірімізге сырымызды, әңгімемізді айтып, сондай бір керемет араласып пайда болды арамызда. Бір үйдің баласында болып қалдық. Жанболат енді жас қой, сондықтан да мен өзімді бір басқа қырымнан көрініп жатқан шығармын деп ойлаймын. Өйткені мен естімеген әндері бар, соларды сахнаға алып шығып жатырмыз. Жалғыз көрермен емес, өзім үшін де көп нәрселер жаңалық болып жатыр. Бүгінгі тақырыпқа сай алынған ән, ол достарға деген ән. Біз осы әнді айту арқылы достық тақырыбындағы үлкен мәселенің бірін қозғағымыз келеді. Білмеймін, енді әнді таңдадық, қолымыздан келгенше орындап қойылым көрсетейік, ары қарай билігі бар деп ойлаймыз. Достым, құтты болсын, бүгінгі лауазымың құтты болсын. Жігіттер, біз бір-біріміздің қуану керекпіз ғой, шыны керек. Біз доспыз, қуанышта, қайғыда бірге боламыз, дұрыс па? Ештеңені уайымдама, бәрі доспыз. Бәріміз осындай қызметке жетеміз, бұйырса, басымыз аман болсын деп. Бірге болсақ, бір-бірімізді сыйлай білсек, жақсы көре білсек, бәрі дұрыс. Досым! Дос! Досым! Дос!
Қошеметтеріңіз Жанболат Найзабеков пен Айгүл Қосанова. Енді қазылар алқасының пікірін білек. Ахан мырза, өзіңіз бастасаңыз. Жақсы, енді мынау кейінгі екі жұпта өзі бір ән тыңдап рахаттанып қалдық бізде. Енді Айгүл жалпы әншілігі мойындалған адам ғой, хайвағанда. Бүгін мен мына эстрада жағында кәдімгі көріп риза болып отырмын. Қуанып отырмын. Ал енді Айгүлге сөз жоқ. Жанболаттың жаңағы әні бір әншілік жасайын деп, әуез іздеп, ән іздеп, бір саз іздеп, кереметтеніп жатқан жоқ. Бір айтып тұрған әннің өзі әңгіме айтып тұрған сияқты, бірақ соның өзі ән болып шығып тұр да. Өмір сүріп тұр. Иә. Кәдімгі бір мынау бард әншілер болады, шансон, тура солар сияқты бір тамаша өнер. Рахаттанып қалдық. Шынында да дұшпан арқылы адам досын біледі. Досқа адал болу деген ол үлкен нәрсе. Сәттілік сіздерге. Рахмет Ахан мырза, енді достық тақырыбындағы бүгінгі орындалып жатқан әндер мен оған жазылған өлеңдер әрқайсысы өзінің бір қолтаңбасын қалдырған сияқты, ақын да, композитор да. Болат мырза, бүгін Жанболат пен Айгүлдің орындауында сізге қалай әсер етті? Менің түсімде бұл тек қана ән бәйгесі емес, бұл шоу ғой. Яғни қойылым мен ән екеуі қатар қабаттасып, кәдім көрерменнің жүрегіне жол табу керек. Жаңа кімнің айтқанымен, Аханның ән туралы айтқанымен өте қосыламын. Екеуінің дауысында әңгіме жоқ, өте ұнады. Бірақ қойылым мақсаты айқындалмаған. Қойылым бір баланың ойын сияқты өзінің не қоятын шешімі табылмаған дегенде мен солай қабылдадым. Өйткені мына басты рөлдегі героймен мына қасында жүрген жігіттер бірмен бір байланыспайды. Сол жағынан кәдімгі минусы бар, ал ән жағынан менің әңгімем жоқ. Рахмет пікіріңізге. Айгүл ханыммен тұрақты төреші ретінде өзіңіз түйіндесеңіз, себебі бұл жұп осы күнге дейін бірінші орынды бермей келді. Бірақ алдыңғы кезеңде екінші орынға түсіп қалды. Бүгін ондай да болып тұр. Ерекше дайындалып келген секілді. Жоқ, жалпы бұл жұп жоба басталғалы қамшы салдырмай келе жатқан бірден бір жұп, бұл Айгүл мен Жанболаттың жұбы. Енді әркімнің қанша адам болса сонша пікір ғой, бірақ мен бәрін анық-қанық нақты түсініп отырдым. Бір сәтте көңілім толқыды, кәдімгі денем тітіркенді, көзіме жас келді. Шынымен де бір кейбір өмірдегі бір сәттерін көз алдыңнан кадр болып өткен сәттерді басынан өткеріп отырдым. Жаңағы достықтың да, сатқындықтың да, жаудың да, қастың да, тіпті Мейрамбекпенен осы Ғазизханның айтатын осы әннің мына қойылым керісінше характерін, мінездемесін тіпті одан ары аша түскендей болып көрінді маған. Бір жерінде тіпті Жанболаттың дауысы Мейрамбекке пародия жасап тұрған секілді бір үндерді де естіп қалдым. Енді білмеймін, ол пародия болды ма Жанболат, әлде өзің солай ұқсастықпен айттың ба білмедім. Бір-екі жолында сондай бір үндерді естіп қалдым. Айгүл тіпті таңғалдырудан жалықпайды, актерлық шеберлігі шыңдалып келе жатқан бір алдына болса, жаңа Ахан айтқандай, тіпті эстрадалық әнде кәдімгі төселіп алған әнші. Онсыз да эстрадада да дәстүрде де айтып жүрген әнші ғой, бірақ бүгін бір сол бір айқын бір анық көрінгендей болды да. Жұпта, қойылымда жүрекке және жетті. Мен барлығын көрдім. Енді барды бар деп айту керек қой, енді айтпесе өнерге қиянат қой бұл. Сондықтан құттықтаймын, маған ұнады. Рахмет Айгүл ханым. Жанболат, Айгүл өздеріңізді сахна сыртында достарыңыз күтіп отыр. Сәттілік тілейміз. Өмірде бар игілікке ие болсаңыз да доссыз өмірдің мәні жоқ. Қымбатты көрермен, бүгін алаңсыз жастық шақтарыңызды, бір бұзықтықтарыңызды, болмаса бір мектептен қашқан сәттеріңізді, жалпы қуаныш сәттеріңізді еске алсаңыздар, әрине достарыңызбен бүгінгі ұйымдастырушылардың жоспарланған мақсаты орындалды деген сөз. Және осы мақсатқа өзіндік септігін тигізген, әрине ол бізде Жанболат Найзабеков пен Айгүл Қосанова. Келіңіздер, келіңіздер. Келіңіз. Енді бүгінгі достық жайлы жырлаған әндеріңіз
шыңға қайтадан жетелей алады деп ойлайсыздар ма? Енді не үшін сұрап тұрғанымды біліп тұрсыздар. Білмеймін енді, бірақ қолымыздан келгенше өнер көрсеттік деп ойлаймын. Жалпы бүгін толғануда бар, басқа да бар. Себебі бүгінгі эфир мен үшін өте сондай маңызды эфир болып тұр. Өйткені менде ауылымда, үйімде той болып жатыр. Туған әпкемнің ұлы, менің жиенім Шерхан үйленіп жатыр. Біздің қолымызда өскен. Соған бармаймын мен өше кеттім. Айналайын Шерхан, келінжан бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Мен тек осы тікелей эфир арқылы сіздерді құттықтағым келіп тұр. Қалған ары қарай Айгүл апай айтады, мен толқып тұрмын. Енді қуаныштарыңызға ортақпыз. Шынымен бүгін бір қуаныштан мереке көп болып жатыр. Айгүл ханым, жаңа енді Болат мырза қойылған қойылым бір түсініксіздеу болып қалды деді. Сіздің ойыңызша қалай болды? Енді қанша адам болса, сонша пікір болатыны, енді ол заңдылық. Сондықтан да егер Болат ағаға біздің қойылымда түсініксіз жағдайлар болса, енді ол да мүмкін болу керек нәрсе шығар. Сондықтан біз бүгін енді қатты қобалжыдық. Бүгін барымызды салып, өнерімізді көрсетуге тырыстық. Өмірдегі достардың әртүрлі болатынын біз көрсете алдық деп елестеймін. Керемет, тамаша. Енді әдеттегідей халықтарыңызға, көрерменіңізге Ой, ол әдеттегідей емес қой, дұрыстап беріліп сұрау керек қой. Құрметті біздің тыңдармандарымыз, жанкүйерлеріміз 7502 номеріне 07 санын жіберіңіздерші, қазір күтем, е? Қымбатты көрермен, міндетті түрде қолдаңыздар. Және де тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Қазақстан телерадио корпорациясының жылдың басты премьерасы Абайдың 175 жылдығына арналған Абай сериалын ұсынады. Сондықтан 16-17 желтоқсанда міндетті түрде 20:00-де Қазақстан телеарнасы мен Абай телеарнасын қосуды ұмытпаңыздар.